Армысыздар, футбол жанкүйерлері, футбол сүйер қауым. Жалпы бүгінгі біздің алғашқы шығарылымыз Чемпиондар лигасының жартылай финалынан басылатын болады. Ендеше бүгінгі шығарылымызға қонақ болып келген сарапшыларымызбен де танысып алайық. Спорт комментаторы әрине әдеттегідей Дидар Қадыров және спорт сарапшысы, яғни футбол сарапшысы Нұркен Мырзағалиев. Қош келдіңіздер. Рахмет, ассалаумағалейкум. Көңілдеріңіз қалай? Керемет. Ал енді біз алдағы аптада Арсенал мен ПСЖ матчының өтетінін білеміз, және бірден енді осы матч жайлы бастап өтсек. Нұркен мырза, сізден бастайық. Қазақстандағы бірінші футбол сарапшысы, да? Дұрыс қой. Дәл солай айтуға болады. Журналистер арасында десек те болады. Бұдан бөлек кәсіби сарапшылар жетеді ғой Қазақстанда. Чемпиондар лигасының қызықты ойындары болады. Ендеше бастайық. Өйткені бірінші шығарылым тек қана Арсенал туралы болады. Бүгін соғылған голдар туралы айтатын боламыз, құрам туралы әрине, өткен жарақаттары да көп. Арсеналда қазіргі таңда Калафиориден бастап Габриэль Жезусқа дейін соны бәрін айтатын боламыз. Бірінші слайд дұрыс қой. Ең біріншісі осы слайдтан бастайық. Бұл Дидар, сен Арсеналды жақсы білесің ғой. 34% оң қаптал, 33% орталықпен және 32% сол қапталмен Арсенал шабуылдайды. Бұл түсіндіріп өтейін. Чемпиондар лигасының статистикасы. АПЛ-дың статистикасы. Бұнда араластырмаймыз, тек қана Чемпиондар лигасы. 34% бұл Мартин Эдегордың үлесімен қосылған шабуылдар легі деп ойлаймын, сол себептен көп. Әрине. Сол себептен көп деп ойлаймын, жарайды. Мына жақта, мына қапталда, сол қапталда бұл жерде Мартин Эдегор мен Сака допты көп ұстайтын және комбинацияны көп жасайтын ойыншылар. Мына қапталда бізде Мартинелли, ол жаңағы прямолинейный игрок дейді, бұл жүгіретін қорғаушылардың артына ашылатын, бос кеңістік іздейтін ойыншы болғандықтан бұл жерде енді ойыншылар шабуылдар легі аз, бірақ көбінесе Мартинелли арқылы жүреді. Мартинеллидің өмір сүретін жері дейікті, оң қаптал мен орталық. Осындай статистика шабуылдар бойынша, бұны неге назар аударып отырмын, қазір эфирдің ортасында айтып өтеміз, неге екенін. Келесі АПЛ-да басқа статистика негізі. Көбірек оң қапталдан шабуылдайды Арсенал, Букайо Сака ойнайтын қапталдан. Ал сол қапталда өзі ғана Мартинелли ғана қалады. Плюс Майлз Льюис Келли туралы айтуға болады, өйткені ол да инвертированный фулбэк дейді ғой. Орыс тілінде ағылшын терминологиясы бар. Ол қапталдан емес, ортаға өтіп кетеді. И партимен екеуі былай ойнайды. Сол кезде Райс пен Эдегор көтеріледі кішкене шабуылға. Кімге? Мартинелли, мына жерде Мерина қазіргі таңда ойнап отыр ғой ортада. Орталық шабуылшы болып. Ал оң қапталда Сака қалады. Дәл сол кезде. Ал Юрен Тимбер болса, кішкене Сака мен оң қапталды көбірек ойнайды. Тимберді латераль ретінде айтуға бола ма, әлде ол фулбэк? Мен түсінгім келіп тұрғаны, ол шабуылы қаншалықты көп? Ол негізі классикалық қорғаушы. Дани Карвахаль сияқты. Мен ойымша бұл ең жақын бір аналогия. Хакимимен салыстыруға келмейді? Жоқ. Бұл жерде енді Мартин Эдегордың оң қапталы көп ұқсатын айта кету керек. Ол сол аяқты футболшы болғандықтан көбінесе Сакамен бірге жұмыс жасайды. Оған осы сен айтқан Тимбер қосылады шабуылға. Осы үштіктің арқасында осындай статистика. Арсеналда дәл солай ғой. Оң қапталда ойнайтын Букайо Сака бұл солақай. Ал сол қапталда ойнайтын Мартинелли оң аяғымен. Оң аяқпен тебетін ойыншы ғой негізі. Сака жарақаттан кейін қазір оның бабы қандай? Жақсы ма, жаман ба? Негізі 5 ойын ғана өткізді ғой. Кімге? Дәл осы Реалға қарсы ойынға дейін құрамға қайта оралып, күшейтіп, Арсеналға көп мүмкіндікті берді. Кристал Пэласқа қарсы ойнағанда оң қапталда Рахим Стерлинг шықты. Ол туралы айту бәріне түсінікті шығар өйткені. Ол ойыншы бітті. Енді өз-өзін көрсете алмай жүр. Бабында емес ең біріншіден, екіншіден бұрынғы Стерлинг сияқты ойнай алмайды. Екіншіден Трассард енді түсінікті. Оған тұрақтылық жетіспейді. Содан соң Мартинелли емес, Микель Мерина туралы көбірек айтуға болады. Өйткені ол шабуылшы емес, ол негізі жартылай қорғаушы. Бірақ сондай біздің слайдтарда Мерина қатысты бар, картинкалар қазір оны талқылап өтеміз. Меринаның себебі рөлі үлкен Арсеналдың ойында. Жаңа Арсеналдың ойында айтуға болады. Мерина себебі орталық шабуылшы емес қой. Ол тек жарақат алған ойыншыларды басу үшін келген ойыншы. Негізі орталық жартылай қорғаушы. Дұрыс.
тіреуші ма тіреуші емес пе ол осы жоқ, негізі хавбек қой, кәдімгідей бокс ту бокс деуге болады. Райстың орнына кішкене альтернатива болсын деп алынған ойыншы. дегенмен де жарақат алған ойыншылардың орнын басып қазір басты жұлдыздардың бірі деп атауға болатын шығар. Әрине енді соңғы матчтарын қарасақ енді шынында да өте жақсы ойнап жүр ғой енді. Иә, Габриэль Жезуспен салыстырғанда одан да көп әлдеқайда жақсы ойнап жүр одан. Жезус қанша уже көзге ілінбейді, көрінбейді. жоқ, ол 2 ай бойы жарақатта болған. лазаретте жатыр. Кімге? Реалға соғылған голды есіңізде ғой, Майлс Льюис Келли өткен соң Мерина 11 метрлік нүктеде тұрып, керемет ашылып, керек кезде допты, пасты бергенде касаниемен сразу теуіп тастады ғой. Так, келесі слайдқа көшейік онда осы орайда. Бұл Арсеналдың пас беру жүйесі. Мына қызыл жолақтар, ол егер де ойыншылар бір-біріне 10 пастан асырып берсе, қызыл жолақ болады, ал қызыл емес, сұр жолақ, көк жолақтар дейік, ол 10 пастан төмен деген сөз. Басты назар қайтадан мына оң қапталдағы ойыншыға назар аударамыз. Бұл Эдегор мен Саканың связкасын көрдіңіздер, бір-бірін қалай түсінетін. Және де партийдің жалпы қорғанысты байланыстыратын рөлі. Мына жерде Райс ондай көп байланыспаған өзінің қапталымен, Льюис Келлимен және Мартинеллимен, бірақ Райстың жалпы алаңдағы рөлі басқаша. Ол көбінесе допты дриблинг арқылы жүргізетін ойыншы, динамика беретін ойыншы. Ал Эдегор оң жақтағы инсайд, оның рөлі басқаша, мүлдем басқаша. Ол Арсеналдың нағыз плеймейкері. Сол себепті Сакамен байланысы жақсы. Және де бұл жерде Мерина үзіліп қалған сияқты болып көрінеді, орталық шабуылшы, бірақ көбінесе чемпионаттарда осындай статистиканы қарайтын болсам, осындай басқа командаларда шабуылшылар көбінесе осындай передача алмайды көп, оннан астам передача берілмейді оларға. Сол себептен бұл қалыпты жағдай. Енді соңғы Арсеналда Реалмен болған ойынына көшейік. Басты назарда бізде қазір көрсетейін, қорғаныс шебі. Көріп отырғаныңыздай 93-ші минут ойынның соңы, яғни ойыншылар әбден шаршап бітті деген сөз, энергияларын жұмсады. Арсенал есеп жағынан басымдылық бар оларда, дегенмен де 3 доп айырмасы болса да, Арсеналдың бұл жердегі қорғаныста позициясын қараңыздар. Барлығы артта компактность бар, бір-біріне жақын ойнап отыр, страховка бар. 90 минутқа қарамастан концентрация дейді ғой, концентрацияны жоғалтпай Арсенал қорғануда. Осы ойындағы Арсеналдың Реалдан басты айырмашылығы осы. Яғни бұндай деңгейде Чемпиондар лигасында 1/4 финалында 90 минутта осындай сен концентрация сақтай білсең, демек сен осы турнирді жеңіп алуға сен басты үміткерлердің бірі деп аталасың. Сонда Арсенал фаворит па? Чемпиондар лигасы. Фавориттердің бірі. Мен енді итальяндық футболдың фанаты болған соң мен шамалы әлі де Интерге сеніп жатсың сонда? Ювентустың фанатымын, бірақ дегенмен де Интерді мен бөлек команда деп ойлаймын. Тәжірибелі ойыншылар көп, онда Арсеналға не жетіспейді осы тұрғыда. Тәжірибелі ойыншылар легі жетіспейді. Чемпиондар лигасын ұтқан, немесе басқа турнирде ұтқан бір тәжірибелі ойыншылар болса сапында. Жоржиньо туралы эфирдің алдында талқыладық өздер. Жоржиньо чемпионат мен ұтқан итальяндық футболшы, бірақ ол Жоржиньо ойнамаса да, мына жақта партия Эдегор бар. Жарайды, партия Эдегор бар, жарайды, хорошо. Осы тұрақтылықтың артында, осы компактный футболдың арқасында Арсенал Реалға мүлдем мүмкіндік бермеді. Реалға ең бастысы не бермеу? Қарымды шабуылдарда бос аймақты кеңістік бермеу. Винисиус Жуниорға, Мбаппеға, Родригоға мүлдем берілмеді деп айтуға болады. Берілген кезінде де өзінде Винисиус Жуниор мен Мбаппенің енді осы маусымдағы бір онша емес болған футбол ойыны деп айтуға болады. Мен үшін қызығы, мына жерде контроль. Мынау кіріп атқан ойыншы, оның жанында Кивер тұр. Мбаппені, Рюдигерді Вильям Салиба ұстап жатыр. Екі опорник мына жақтан кіріп атқан, Беллингем, мына жерде, мына зонада. Мына жақта Томас Парти мен Райс дайын болып тұр. Сол қапталда да преимущество жоқ.
кәдімгідей мына жақтан кім жіберіп жатыр ғой, Сибалес допты жіберіп жатса, оның жағында кім, Терни ма, Трасар ма қалып қойған. Плюс сонымен қатар Мартинелли күтіп тұр. Қателеспесем, осы моментте кейін қазір подбор болады Арсеналдың ойыншыларының. Бергені қателеспесем бірінші допта болады, содан кейін барып Арсенал екінші гол соғады. 90 минутта бұндай футбол ойнау, бұндай компактныспен деген сияқты бұл өте жоғарғы дәреже, өте жоғарғы баға қоюға болады. Өте 90 минутта бұндай концентрация сақтау, күш сақтау және де контратакада жүргенде де мына көріңізсің Мартинеллидің позициясында өзінің айып алаңында жүрген ойыншы қазір рывок жасайды 93 минутта барып екінші гол салып кетеді. Түсінікті, жүгіріп кетіп. Арсеналдың жалпы дайындығы туралы, физикалық дайындығы туралы деген жақсы деген сөз ғой. Келесі слайдқа көшейік. Бұл тек қана 93 минутта емес, бұл 93 минут бойы Арсенал солай Реалға қарсы ойнаған. Келесі слайд бізде бұл бірінші таймның аяғы. Реалдың жалпы бұл ойында қалай ойнаған. Бір сөзбен айтқанда ортада бардак. Неге? Себебі Виньюсс артқа көп қайта бермейді. Енді Реалдың бас жұлдызы ғой енді. Көбінесе ол өзінің жаңа энергиясын, күшін қарымта шабуылдарға сақтайтын ойыншы ғой. Родриго қайта бермейді. Және осындай аймақтар енді көп болды деп айта алмаймын. Болған өзінде де Арсеналдың ойыншылары Райс сияқты, Одегор сияқты футболшылар алаңды көре білетін, бос кеңістікті таба білетін ойыншылар осыны пайдаланып шабуылдады. Сен нағыз скандинавиялық сияқты айтып жатсың ғой, Одегор. Олар екі топқа бөлініп кеткен сияқты. Мына жақта Винисиус, Мбаппе, Родриго ғой, дұрыс қой. Мына жақта Беллингем өз ғана прессинг жасап жатыр ма әлде? Жоқ, прессингтегі болмайды ғой, өйткені Вальверде қосылмай тұр. Ана жақта Чуамени қалып қойған. Разрыв, коридор дейді ғой орысша. Коридорлар көп болып кеткен. И Райс. Осындай бос кеңістер көп болды. Негізінде бұл жерде Беллингемде шамалы тактикалық қателік жіберді. Себебі эпизодты видеосын қарайтын болсақ, Беллингем бұл жерде передачаны читать дейді, оқуға тырысты да, кімнің Эдегорға доппен. Эдегордың пасын оқығысы келді, бірақ Эдегор қолық айланың арқасында ортадағы партиді таба біледі, партияға қарай Райсқа ойнайды. Және де Чуамени ойыннан сөніп қалды десе, футбол қарап отыр жақсы позициядан. Сонымен қатар Родригоны негізінде, Родригоны тәжірибелі ойыншы ғой. Бұндай жақсы ойыншы болса екен 19-дағы түсінуге болады. Тәжірибелі ойыншы мұндай позицияларды көре білу керек. Беллингемнің үстіге шыққанын көріп, ол шамалы артқа отырса да болады ғой. Мартинелли сияқты жаңа оны алдындағы слайдта көргендей. Жалпы осындай қателіктер көп болды. Демек, Реал ялмасы жоқ, басқаша айтайын, Арсенал бұған дайын болды деп айтайық. Келесі кезекте бізде бірінші тайм тағы да таңғалдырған бір дүние бар менде. Реал шабуылдаған кезде позиционалық шабуыл болды ғой, Реалда позиционалық шабуыл. Томас Парти 4 қорғаушымен бірге бір сызыққа кіріп, 5-ші қорғаушының функциясын атқарды. Бұл не үшін екенін білмедім. Мүмкін Артета оң қапталдан келген кросстарды тоқтату үшін ба? Сондай оймен істелген зат деп ойлаймын. Бірақ бір-екі эпизод болды, осы партиді артқа қарай ығысқан сәтте, ортадағы Беллингем қателеспесем осындай бос кеңістікті пайдаланып, негізінде бұл жерде Беллингемнің қасында қазір партия тұру керек қой, допты қабылдатпай корпусын бұрмау керек та, бірақ Томас Парти осы позицияда қазір пас өткеннен кейін барып, Беллингем допты тоқтатып жатыр, содан кейін барып Парти уже Беллингемге жақындайды. Беллингемге Парти өзінің позициядан шыққан кезде уже Арсеналдың структурасы бұзылады артта. Менің ойымша, неге Парти солай төмен ойнап жатыр да, қорғаушылармен бірге бір сызықта. Өйткені Рюдигер қосылып жатыр да, 42 минут Реалда өзін таба алмай, шабуылда ең біріншіден Мбаппеге бірнеше кросс жасап, мүмкіндік те туылған жоқ, голевой шанс та болған жоқ осы командада. Сондықтан Рюдигер келіп жатыр ана жақтан. Чуамени сол кезде орталық қорғаныста сол позицияда қалып жатыр. Кіммен бірге? Асенсиомен. Және де тағы да мен Арсеналдың инсайттар дейміз ғой, венгерлер, я болмаса Мартинелли мен Саканың позицияны атап өткім келіп тұр.
олар артқа қайтып үлгеріп жатыр. Винисиус пен Родригені салыстырған кезде бұлар қара жұмыс дейміз ғой, қара жұмыс істеуден шаршамайды. Осы басты айырмашылық болды осы ойындағы. Келесі эпизодқа көшейік. Бұл эпизод голмен аяқталмайды, бірақ дегенмен де бұл тактикалық новшество дейді ғой Артетаның. Мен таңғалдырған осы момент, яғни бұл түсінікті, Рюдигердің артынан қайтып келді. Демек, бұл жерде Рюдигер қолықтың арқасында зона ашып беріп тұр ғой өзінің ойыншыларына. Беллингемге, кім бар тағы да, Одегарға, бәріне зона ашып беріп тұр. Кім біледі, мүмкін болашақта Рюдигер шабуылшы да болып ойнап кетуі мүмкін ғой. Себебі оның жаңағы неге шабуылдарға қосылғанда, полуфлангта ашылғандағы ойыны кәдімгі бір тәжірибелі жартылай қорғаушы сияқты ғой. Корпусты бұруы, шабуылды жалғастыруы, сондай эпизодтар болды. Оны жаңағы басқа елді аналитиктер талқылаған, Рюдигер қалай қосылады шабуылға. Келесі эпизодқа назар аударайық. Бұл жерде енді келесі 2 слайд, ол Меринаға арнаймыз. Меринаның слайдтары. Бұл жерде оны алдын айтып өттік, Арсеналдың бірнеше шабуылшы жарақат алып қалды. Кай Хаверц, Габриэль Жезус, кім тағы? Сол екеуі ғой. Но Меринаның жартылай қорғаушыны шабуылға қойып, ол жаңағы вынужденная мера дейді ғой. Амал қалмады. Бірақ ең қызығы, Мерина өмір бойы сол позицияда ойнап жүрген сияқты еркін сезінеді бұл жерде. Және де осы Хаверц пен Габриэль Жезустың артылықшылығы Меринадан. Мерина солар сияқты жақсы айбаланың ішінде жақсы ашыла біледі. Біріншіден баспен жақсы ойнайды. Екіншіден, оны Арсеналға не үшін алды кезінде. Мен оқыған аналитикалық статьяларда, тақырыптарда, мақалаларда Мерина Арсеналға физикалық тұрғыда күш-қуат береді деген пікір айтылды. Және осы күш қуатын екінші этажда әуедегі доптарға таласта өзінің преимуществосын дейді ғой. Осы Мерина шабуылда да көрсетіп жатыр. Мына жерде мысалға әуеден келген доп Мерина таласып жатыр, Реал қорғаушылары бір-бірімен түсінбей допты жіберіп алады. Бұл шабуыл жалпы ештеңеге алып келмейді, бірақ басты мен айтайын деп отқан бұл жердегі ойым, Меринаның рөлі қазіргі Арсеналда өте маңызды. Және бұл айтуға болмайды әрине. Жезус пен Хаверцтің жарақат алып қалуы бұл жерде плюс болып тұр ғой Арсеналға. Себебі Мерино жаңа рөлде ашылып, жаңа дополнительный функция дейді ғой Арсеналға, функция бере білді. Және де бұл жерде енді Реалдың сол қапталдағы қорғаушысы негізі Рюдигерге орын беріп, бұл жерде страховка жасау керек еді. Себебі қазір Мерина әуедегі допты жеңіп, Сакаға бас береді, және бірден 2 ойыншысы Реалдың доп-топсыз қалып қояды. Бұл жерде енді мүмкін тәжірибенің жетіспеуі шығар, сол қапталы қорғаушының қателігі. Рюдигер дегенмен де тағы да айтып беремін, Рюдигер ол жекпе-жектерде жақсы ойнайтын ойыншы. Физикалық мықты, бойы ұзын, аяқ қолдары ұзын. Соған қарамастан Мерина позиционалдық тұрғыда жеңіп тұр. Бұл деген үлкен плюс. Жоқ, мына жерде қапталда болып отқан ситуация ғой, негізі оқиға. Мына жерде Васкестің, Франк Гарсияның негізі қапталы ғой. Ол емес, Рюдигер ойнап отыр. Неге сонда? Рюдигер ойнау керек, себебі әуедегі доптарға кеткен кезде футболдағы негласный правила дейді ғой. Бойы ұзын, баспен жақсы ойнайтын футболшы топқа таласу керек. Ал қасындағы футболшылар тіреуші артылай қорғаушы болсын, сол қапталда қорғаушы болсын, олар подстраховка жасау керек. Бұл подборға қарау керек. В общем, мына жерде кім? Рюдигер секірсе, допқа жақсы күрес атқарып жатса, сонда дәл осы жігіт, сонда Франк Гарсия кімге? Саканың жүгіргенін күту керек. Яғни подбор қайқа барады. Егер де қазір Рюдигер әуедегі допты жеңсе, мына жердегі ойыншы подборда бірінші болады. Ал Рюдигердің артына ұшып кетсе доп, яғни Меринаны жеңіп жатса, онда Франк Гарсия Саканың әрекетін бақылап тұру керек. Сол дұрыс болады негізінде, тактикалық тұрғыда. Тағы да бір Меринаның рөлі, бұл жаңа біз талқылаған ситуацияның, жаңа айтып бізде көрсеттім 16 картинканы, содан кейінгі қарымта шабуыл, бірінші подборда, бұрыштамадан кейін бірінші подборда Мерина болады.
бұрышта емес, позициялық, реалдың позициялық шабуылы болады. Содан кейін подборда бірінші Мерина болады, және Мерина бұл жерде өзінің жартылай қорғаушы екенін ұмытпай. Иә. Мартин, Пас беру жөнінде Мартинеллидің қосылғанын көріп, керемет пас шығарды да, дәл осылай екінші гол соғылады. Тағы да Мерино басты рөлдерде. Білмеймін енді, сен Арсеналдың фанатысың ғой. Негізі бірінші ойында енді Деклан Райстың шеберлігі шешіп кетсе, екінші матчта ол Мериноның шеберлігі. Менің ойымша енді. Соның ішінде Мерино бар. Басты трансфер деп аталасың ба соңғы бір жылдықта Мерино? Әлде одан да мықты ойыншылар келді ме Арсеналға? Осы жыл жоқ. Осы жылы трансферлерден айтсақ, бұл Мерино, одан кейін Калафиори, ол жарақат алып енді 2 ай бойы қайтадан солай. 2 ай ойнайды, одан кейін 2 ай бойы жарақат алып жатады, қайта оралды құрамға, қайтадан кетті. Енді сондықтан әрине осы жылы ең мықты трансфер Арсенал үшін бұл әрине Мерино. Былай трансферді деуге болмайды ғой, ол негізі находка сияқты болып қалды ғой. Габриэль Жезус пен Кай Хаверцтан кейін осы жігіт, ол негіз ортада, шабуылда ол бұрын ойнаған жоқ. Реал Сосидадта болсын, Дортмундта болсын, Ньюкаслда болсын, Осасунада болсын. Ол жоқ, демек ол шабуылда ойнамаса да, егер де өзінің позициясын ойнаса, жаңа позициясы 8 дейді ғой, орталық қорғаушы, бокс-то-бокс деп айттың ғой сен. Өзінің позициясын ойнаса да, ол жақсы ойыншы ғой. Ол білмеймін мен, ол Деклан Райстан бірде-бір кем болмау керек, бірақ екеуі стильдері әртүрлі футболшылар. Абсолютно. Себебі Меринаның испандық футболшы болғаннан кейін ол паспен ойнағанды жақсы көреді. Деклан Райс ол физикалық тұрғыда мықты болғандықтан, жаңағы дриблингі мықты болғандықтан ол көбінесе допты өз алып жүгіреді ортамен, ортаны кесіп өтеді деген сияқты. Бірақ бұл позиция қойма тұрып, мен есімдеді осы қыста қателеспесем Мерино қосылып құрамынан ойынға қосылып жүрген кезде жақсы ойнап жүрді. Голдарды да салып жүрді, ойынды жалпы күшейтіп жүрді. Жаңа позициясы, демек бұл Микель Артетаның находкасы дейді ғой. Бұл екінші форвард болып ойнап жүрген. Сосидадта болсын, Испанияда болсын. Ұлттық құрамада да солай. Екінші темппен, екінші деммен қосылып, айбалаң кіреді, одан кейін негізі мына жерде қақпаның алдында баспен де жақсы ойнайды, одан кейін позицияны таңдау арқылы осындай мүмкіндіктер тауып жүреді. Реалға қарсы бірінші матчтағы гол соғылған. Бұдан бөлек тағы да қандай ой келеді? Жалпы Мериноның осал тұстары бар ма деген сияқты. Әуедегі допқа таласады, бас бере алады, шабуылды өзі аяқтай алады, алаңды көре біледі, физикалық тұрғыдан мықты. Техникасы да бар. Енді испандық болған соң бұл по умолчанию ғой, испандықта туғаннан береді ғой техникалары. Сол себепті білмеймін, бұдан осал қазіргі кезде мүмкін әлемдегі жалпы мықты жартылай қорғаушылардың бірі деп үштігіне кіретін сияқты деп ойлаймын. Тағы бір находка сияқты болсын, бұл Артета Майлз Льюис Скеллині академиядан шақырып, осы жігітке көп мүмкіндік беріп отыр. Оны басында айттық. Бұл инвертированный фулбэк дейді ғой. Ортаға кіріп, партиямен бірге дәл осы позиция ойнайды. Одан кейін қорғанысқа көшкенде, ол өз позициясында терни сияқты бір сол қапталда ойнай береді. Пас жақсы, екіншіден дриблингі мықты. Дриблинг арқылы 1-2 ойыншыны өтіп, дәл солай ол кімге? Манчестер Ситиге гол соққан. Одан кейін нәтижелі пасты Реалға қарсы Микель Мериноға берген. Мен ойымша, 2 находка болса, дәл осы маусымда Арсенал үшін бұл Майлз Льюис Скелли және Микель Мерино. Екеуінде позицияларын тауып, кішкене өзгеше бір рөлде ашып алған ба Микель Артета. Едар, сен енді Арсеналдың фанатысың ғой, көп ойындарын қарайтын шығарсың. АПЛ-да тек топ матчтарды қараймын мен. Бұл Барселона туралы айтатын боламын. Мен әзірге мен кезегім келеді қазір. Күтіп алайын деп отқаным. Ұрсамыз ғой Барселонаға. Мен тебе жамандаймын дейсің. Бұл жүйе, 90 минутта көрдік қой, жүйесін сақтап отыр. Компактность дейді, компактность бар. Бұл тек қана Арсеналдың бір ойындағы ойыны ма, осындай жақсы ойнауы, әлде ағылшын премьер лигасында да дәл осы ойнай ма Арсенал? Жоқ, негізі чемпиондар лигасында ПСЖ-ға қарсы ойнаған ойын көрдіңіз ғой, дәл 2 гол соғып, одан кейін жай
тұрақты түрде бір қорғаныста керемет ойнап, дәл солай Реалға қарсы сияқты бір тайм бойы 45 минут ПСЖ-ға доп бере салып, ол тұрып қалды да, Арсенал бір де мүмкіндік берген жоқ. Одан кейін Гонсало Рамос шықты, Дембеле бірақ ойнаған жоқ сол кезде. Плюс Кварацхелия болған жоқ. Сондықтан онды ойымызда ұстауымыз керек. Екі керемет ойыншы жетіспей қалған сияқты. Барколя болған, Дезири Дуэ ойнаған сияқты Арсеналға қарсы. Ал Ливерпульға қарсы Арсенал дәл солай қорғаныста мықты ойнаған. Манчестер Сити болсын, бір басқа гранттарға қарсы дисциплинаны ең бірінші. Дисциплина Микель Артетаның дисциплинасы мықты. Мына жарақат алған ойыншыларға мен пікірімді білгім келеді. Жарақаттар, мен өзім пікірім бар да, сізден айтып өтемін, сізден сұрайын дегенім. Бұл Арсеналдағы енді эпидемия деп айтуға шығар, енді қаншама ойыншы жарақат алып қалды. Олар жазылады да қайтадан лазаретке кетеді. Бұның себебі неде деп ойлайсыңдар? Қашан бір қараша айында ма солай 4 қорғаушы лазаретте жатқан. 4 қорғаушы. Иә, Зинченко, Салиба, Калафиори, Уайт. Одан кейін бүкіл шабуылшылар кетті. Ол Хаверц, Габриэль Жезус, Букайо Сака, сонда Этон Нванери шыққан. 17-дегі бала ғой, кәдімгідей мектепке жүрген 11-ші сыныпта оқып жатқан сияқты, ертең ұбт-ға дайындалмай футболға шығып жатқан. Керемет болып, енді өз-өзін көрсетті. Бірақ сонда да Арсеналда білмеймін, бір сондай тенденция бар да. Неге білмеймін әлі де. Медицинский штаб, соң медикалық штабқа байланысты ол бәрі. Сен ойлайсың? Дәл сол ойлаймын. Енді Арсеналдың ең бір осы жылда енді маусымда енді олар осы маусым басталған кезде АПЛ-да ең бірінші турларда өте мықты қарсыласты ойнап қойды. Және енді қараша айы деп жаттыңыз ғой. Қараша айында олар шатаспасам Ситимен ойын өткізді, одан кейін жаңағы гранд командаларға қарсы көп күш жұмсап қойған секілді. Сондай ойындарда ойыншылар енді аяқ асты жарақат алуы мүмкін. Сол себепті де мінекей тағы да Чемпиондар Лигасы енді жартылай финалына келген кезде тағы да енді сол бір мықты клубтарға қарсы ойында бір көп күш жұмсаймыз дейді, бірақ түбінде бір ойыншы жарақат алып қалады. Мысалға, Реалға қарсы ойыннан кейін енді бірақ жарақат демей қояйық, Томас Парти жоқ қой мысалы қазір. Ол дисквалификацияға қарсы енді келесі ойынға шықпайды. Сол секілді маңызды матчтарға келген кезде осындай бір болу дәстүр секілді Арсеналда. Эмоцияға беріліп, екінші сарыға бәлкім, сол керек емес кезде. Оның орнын қазір кім басады? Кім бар басатын? Жоржино жарақатта, дұрыс па? Иә. Жартылай қорғаныстан ойыншылар түсетін шығар. Пари Сен-Жерменге қарсы ойнай алмайды. Кім? Жоржино шықпаушы еді. Қазір дейін сау болса да. Тимбер мүмкін. Мүмкін Зинченко. Тіреуші жартылай қорғаушы. Зинченконың ойнауы практикасы жоқ. Ойын практикасы жоқ. Шынымен қиын болатын сияқты. Партияның өзінің алаңдағы функциялары бар ғой, бұл денесі мықты, күші көп, қара жұмыс жасайтын футболшы. Дұрыс па? Зинченко, сен айтқан Тимбер басала ма, орын басалмайтын сияқты ол? Иә. Негіз эксперимент ретінде айтсақ, Майлс Льюис Келли мүмкін ортада ойнаса, бірақ оған физика жетіспейді. Партияның орнын Мерино басалатын бе? Жоқ, онда Райс түседі. Эдегор Микель Мерино дәл Райстың позициясына шығады. Сол, жартылай қорғаныста ойнайтын болады. Шабуылда кім шығады сонда? Да, мен жарақаттарға қатысты мен өзім пікірім бар, яғни менің пікірім емес, ол аналитикалық сайттарда оқығаннан табылған пікір ғой. Бұл туралы, бұл мәселені негізінде Юрген Клопп та көтерген кезінде, түсініп отқан шығарсың, не айтқан. Бұл ресми ойындар санының көбеюі. Просто мен ойлаймын да, Арсенал сияқты командада медицинский штаб слабый деп айтуға болмайды да, осал деп. Жетіспейді, дене даярлығымен айналысатын бапкер осал деп айтуға болмайды, деңгейі төмен, білім жетіспейді деп айтуға болмайды. Бұл топ команда, әлемдік деңгейдегі. Демек, бұл жақта жұмыс жасайтын қызметкерлер, тренерский штабта жұмыс жасайтындар. Соған сай болу керек. Сай болу керек. Олар сай деп ойлаймын. Бірақ осы тұрғыда басты мәселе, клуб оны бір емес, бірнеше рет көтерген календарь. Жыл сайын ойындар, ресми ойындар саны артып жатыр. Футболшылар үлгермейді. Яғни футболда қалай, бір ойын ойнайсың ба, кем дегенде 2 күн демалу керексің сен. Восстановление болу керек, арнайы процедура алу керексің деген сияқты, қалпына келу керексің. Өзің білесің ғой, Арсенал қанша турнирге қатысады?
жылдың басынан. Ол чемпиондар лигасы, лига кубогы, Англия кубогы бар, ағылшын футбол премьер лигасы бар. Одан бөлек жазда ойындар күтіп тұр. Есіңізде ғой, бұрын кім Жозе Мауриньо соны айтқан ғой. Бізде осындай күнтізбе болу керек та. 7 күн бойы, 7 күнде бір ойын болды. Бір аптада бір ойын болды. Одан 2 күн бойы восстановление Қазақстанда. Біз сондай емес, идеал, бәрі бізге қарау керек деген. Ол былай, 2 күн бойы восстановление, одан кейін 2-3 күн бойы сен дайындаласың келесі ойынға. Ал Европада қазір норма болып қойды ғой. Сен жексенбі күні ойнадың, АПЛ деп болсын. Одан кейін бейсенбі күні Европа лигасында, немесе мүмкін бір лига конференцияда, Челси сияқты ойнап тұрасың. Сосын бұдан бөлек жаңа Юрген Клоп айтады да, бұндай графикте ойнау үшін сен бір-біріне сәйкес келетін 2 толық құрам болу керек дейді. Бірақ әлемдік футболда бұл мүмкін емес. Әсіресе Арсенал енді ақша шығаратын, көп ойыншылар алатын команда емес қой, да, точечный усиление болады. Алып баратқандай көп ақша жоқ та оның. Манчестер Сити сияқты жаңағы бір трансферный күнінде 5-6 ойыншы алатындай мүмкіндігі жоқ қой оның. Сонымен қоса тағы бір мәселе бар да, бәрі айтып жатады да, Арсеналға сондай мықты шабуылшы керек. Кім гол көп соға алады, бір Дио керек, Осимен сияқты. Бірақ олар өз-өзін таба алмайды Арсеналда. Оларға таза шабуылшы керек емес. Тек қана мүмкін бір резерв сияқты, доп опция сияқты болды. Ал ойында біз өзімізді көріп тұрмыз. Мерина, Хаверц, бұлар шабуылшы емес, бұлар креаторлар сияқты ғой, плеймейкер. Олар ложный девятка. Ложный девятка. Сондайлар керек. Жаңа қорғаушылар назарын аударатын, өзіне зона ашатын, сондай ойыншы керек. Бірақ жаңа ойынның барысында енді план А болады, план Б болады ғой. План Б ол деген енді ойын жүрмей жатса тақауымда бой ұзын, шабуыл шығарып, тек соған қарай доп жүктеу. Реал сияқты, Рюдигерді алға қарай жіберді ғой. Демек Арсеналға сондай ойыншы керек сияқты ғой енді. Сен көбінесе қазір кім туралы әңгіме айтылады? Күшейту жөнінде. Ол жанкүйерлердің әңгімесі ғой. Диокериш туралы, Осимен туралы, мүмкін басқа бір Лаутаро Мартинес туралы айта береді. Бірақ Лаутароны енді ала алмайды Арсенал түсінікті. Содан соң Микель Артета кімді? Мартин Субименди Реал Сосьедадтан алатын шығар Партийдің орнына. Өткен Партий келесі маусымда кететін шығар. Немесе ол да 31-ге толды. Оған бір басқа опция, басқа бір нұсқа керек, вариант табу керек та. Содан соң Микель Артета шабуылшыны емес, ол қайтадан қорғаушы немесе бір жартылай қорғаушы, артқы жартылай қорғаушыны табатын болады. Түсінікті. Жалпы бірінші ойында енді мүмкіндік туралы айтып өтейік, шанстар туралы. Арсеналдың ПСЖ-ні жеңуге қаншалықты мүмкіндігі бар, жоғары? Енді Арсенал ПСЖ жалпы соңғы өткен 5 кездесуінде ПСЖ мүлде ұтпаған екен негізі. Соған қарап, енді Арсеналдың Реалды енді жолдан шығарып тастағанына қарап, бағанағы жігіттердің енді үйлесімділігі бар. Енді спорт сарапшылар, СПН-нің журналистері мысалға сарапшылар барлығы айтып жатыр. Кімді оқып отырсың? Қарай? Мен бір Қазақстанның бақ өкілдерін қарап отырамыз енді. Осыдан жарты сағат бұрын қарағанда. Енді сөзге тие кетейік, шынында енді Арсенал расын айтуымыз керек. Қазір енді Реалды да жолдан шығарып тастады. Енді ПСЖ енді өткен Астон Виллаға қарсы екінші матчта көрдіңіз ғой негізі. Қалай ойнады? Негізі Астон Вилланы ұтып кету керек еді сол жерде. Ұтып, ары қарай Астон Вилла шыққан қалап енді. Екі АПЛ-дің командасы егер Чемпиондар лигасына кездессе, бір қызық болар еді негізінде. Бірақ енді ПСЖ тәжірибесіне сүйенді. Өйткені Чемпиондар лигасында Астон Вилла сияқты олар араға бәланбай жыл салып келіп жатқан жоқ. Олар жылда ойнайды. Тәжірибесіне сүйеніп әйтеуір келді. Арсенал енді Реалды жолдан шығарып тастағаннан кейін енді командада енді бірқатар жаңағы жарақат бар деп айттыңыз, ойыншыларда қиыншылықтар бар деп айтсыздар. Бірақ енді Эмиритсте осыдан енді қанша қазан айының бұлар Чемпиондар лигасының екінші турында кездесті ғой. Ол кезде енді Арсенал 2-0 жеңген. Өз алаңында. Енді Арсенал өз алаңында өте жақсы ойнайды, жаңағы Эмиритстің енді атмосферасы өте керемет қой. Сол себепті міндетті түрде енді бұл бірінші кездесуінде Арсенал бір ұтуы керек те секілді. Ал енді екінші жауапты ойында менің ойымша бір драма болатын сияқты. Бірақ екінші ойынға асықпай қойып, бірақ бірінші кездесуде біз бір жақсы бір Арсеналдың жеңісін күтетін секілдіміз. Сіздер қалай ойлайсыздар? Келісесіздер ме?
жоқ, бірінші ойында Реалмен алатын бірінші ойын алатын болсақ, ол жерде енді кімнің Деклан Райстың бенефисі болды ғой. Иә. Айыптауынан кетемет соққылары. Осы бірінші кездесуде ПСЖ-ға демек дәл сондай бір ойыншы болу керек деген сөз ба? Ойынды алып шығатын. Болмаса команда ретінде өз ойын арқылы алып шыға ала ма, Дидар? Әрбір ойында табылады ғой Арсенал қазір. Эдегор болсын, Букайо Сака болсын, Реалға қарсы бірінші ойында енді түсінікті Деклан Райс бір кәдімгідей бір құдай сияқты екі айыпдобын салып тастады ғой. Ал сол туралы мен айттым ғой. Сноска сияқты. Бірінші ойында Дембеле болған жоқ. Иә. Оны ескеру керек. Плюс соң болса Кварцхелия да болған жоқ. Қазір Дуэ, Баркаля, ең біріншіден Дембеле әрине және Кварцхелия. 4 вингер бар. Олар 4 вингер жылдам контратакаға тез шығатын, плюс Арсеналда Габриэл жоқ, жарақатқа байланысты. Содан соң Кивер шығады. Менің ойымша дәл осы позиция, бұл білмеймін неге Реал Киверға кәдімгідей бір қарап, дәл осы зонамен шабуылдамай қателік пайдаланайық деп. Да, негізі Тимбер мен Салибаның зонасынан кіріп коридорды тауып алмай жүрді ғой солай. Венисиус. Ол негізі оң қапталға көшіп, анарасынан Майлс Льюис Келли бар, жас жігіт, сол жақта да Кивер бар. Жылдамдығы жетіспейтін жігіт, кішкене позиция арқылы да ол кішкене бір кипиш ұстайтын, сондай эмоцияға берілетін ойыншы да жас болғандықтан 22-де ғана. Ана Майлс Льюис Келли 18-де. Оны кәдімгідей бір тест, оған экзамен ешкім істеген жоқ әлі. Мүмкін Пари Сен-Жермен дәл сондай команда болатын шығар. Дезире Дуэ, менің ойымша, бұл қазіргі таңда ең дарынды футболшы. Жас дарынды футболшы. 19-дағы. Нұркен мырза, сіз қалай ойлайсыз? Сіздің болжамыңыз қалай енді бірінші матч жайлы? Жоқ, менің пікірім мындай. Реалмен болған ойында, Арсеналмен болған ойында Реалға не жетіспеді деген сұрақ бастау керек. Бұл сұраққа жауабын табу үшін. Мен ойымша Реалға праймовый формадағы, бабындағы Модрич жетіспеді және Тони Кросс жетіспеді. Себебі көп мамандардың пікірі бір жерден шығады. Реалда шабуылдаушы футболшылар жетеді, деңгейі жоғары Мбаппе, Родриго, Винисиус. Бірақ ортада ойын жүргізетін, оларға дер кезінде пас беретін, атакының ритмі дейді ғой, атакының ритмін ұстау үшін. Және де бір қапталдан ойынды екінші қапталға ауыстыратын, осындай жаңа плеймейкер деп айтуға болады, плеймейкер ретінде ойын көрсететін ойыншылар жетіспеді. Модрич ойнады әрине, бірақ бұрынғыдай емес қой. Бұрынғыдай емес, жас өзіндікін алады. Одан бөлек Кросс жоқ. Нет. Одан бөлек үлкен критика Чуамениға айтылады. Себебі Чуамени жалпы Реалдың деңгейіндегі ойыншы емес деп айтады. Объем жағынан, тактика жағынан төмен ойыншы дейді. Менің ойымша, қазір Реалдың жанкүйерлері біздің бағдарламаны түсіндіріп тастауы мүмкін осы жерде. Бірақ дегенмен де Реалға осы жетіспеді. Ал енді Реал мен ПСЖ-ның арасында параллель өткізетін болсақ, ПСЖ-да ондай ойыншылар бар. Білетін шығарсыздар ортада. Фабиан Руиз, Витинья, одан бөлек Невеш бар. Бұл үш ойыншыда біріншіден олардың айырмашылығы үшеуі де плеймейкер рөлінде ойнай алады. Олар жаңа Арсеналда партия бар дейміз ғой, тек қана қара жұмыспен айналысатын, доп тартып алатын, күресетін, жаңа сондай. Ал бұл үшеуі олар допқа таласа да алады, бірақ олар үшеуі ойынды жүргізе алады. Дер кезінде жаңа ключевой передача дейді ғой, ойынды өрбітуге арналған пас бере алады. ПСЖ-ның Реалдан айырмашылығы сол. Демек, ПСЖ-да алға қарай жүгіретін ойыншылар көп. Бос кеңістікті пайдаланатын, дриблинг арқылы, Кварцхелия, Дембеле, Баркаля бәрі жүгіреді. Дуэ да жүгіреді, жылдамдықтары мықты. Ана жақтан Хакими де қосылады ғой, соны тау керек. Иә, Хакими де қосылады, дұрыс айтасың. Мендеш те жақсы қосылады. Осылай жүгірген ойыншыларға пас шығаратын ойыншылар керек. Шеберлігі жоғары, дұрыс па? Иә, Витинья бар ғой. Сол үшін бұл жерде тек осы үш жігітке мүмкін тәжірибе жетіспеуі мүмкін. Мен айтамын, бұндай турнирлерде Арсеналға да енді ренжіме жетіспейтін солындай ойыншылар. Иә, ол да түсінікті. Турнирді ұтқан үлкен жетістікке жеткен ойыншылар керек. Себебі дер кезінде олардың тәжірибесі алаңда керек болады, қиын кезде. Бірақ осы екі команда дәл сондай ғой.
Иә. сол олардың мәселелері сондай. Мына жақта тек қана Маркиниус бар, ана жақта білмеймін, Арсеналда кім. Партияда айтуға болады ма? Атлетикада ойнаған болды негізі. Ал ана жақта Интер мен Барселона. Иә. Сол себепті мен ойлаймын, Реалға қарағанда ПСЖ әсіресе ортадағы ойын алатын болсақ, жартылай қорғаушының ойыны, ол Реалға қарағанда қызықтау болу керек, басымырақ болу керек. Сол себепті Арсеналға сол жағынан қиын болады. Бірақ Арсенал өзінің ойын жүйесін сақтап, ойынға қойған жоспарын Челсиға қоя білсе, сол Арсеналдың ұсынған ойын ПСЖ ойнаса, онда Арсенал бірінші ойында жеңуі мүмкін. ПСЖ туралы екінші шығарылымда айтамыз ғой. Міндетті түрде. Демек, мен бірінші ойында, егер де Арсенал өз ойынын ПСЖ-ға ұсына білсе, ПСЖ ол ойынды қабылдаса, мен ойымша Арсенал бір доп айырмасымен жеңіске жетеді деп ойлаймын. Және ПСЖ қазір енді түсінікті, уақытынан бұрын Лига 1-дің чемпионы болып қойды. Енді чемпионатқа алаңдамайды, толыққанды. Арсенал да сол негізі АПЛ-ға қарамайды. Бірақ енді АПЛ қарамаса да білмейміз, енді Ливерпуль жете алмайтын белгілі, бірақ екінші орыннан түскісі келмейді ғой бұл командада. Ана жақта 8 ұпай. Олар негізі үшінші командаға да қарамайды қазір. Болды. Сонымен Арсенал үшін де АПЛ бітті. Екінші орында солай чемпиондар лигасына өтеді. Бәріне ол түсінікті. Пари Сен-Жермен Франция лигасында чемпион, сондықтан оларда бір доп нагрузка жоқ сияқты. Тек қана осы матчқа дайындалады. Ол кімге қарасақ? Интер мен Барселонаға қарасақ. Ана жақта Барселона Ла Лигада кәдімгідей шайқас. Реалда болса жатыр. Оны ұмытпау керек. И екіншіде ана Интерде. Италияда да бәсекелестік бар. Наполимен аяқталған жоқ. Қашан? Жаңа ғана ойнап тастады ғой Миланға қарсы Интер. Италия кубогінде. Сондықтан елді-ел, менің ойымша да тең. Бірақ жартылай қорғаныста не болатыны ең қызығы. Ең басты дуэль осы жерде болады. Ол Райс ойнайтын шығар, партияның орнына шығатын шығар. Үлгере ала ма? Өйткені көмектесу керек болады. Кивер мен Майлс Льюис Келлиге ең біріншіден. Одан кейін Витиньен темпі, оны ұстау керек. Онымен персональны ойнау керек. Дембеле, Дезири Дуэ. Осы екі жігіт менің шабуылдайтын дарынды жігіттердің бірі. Мүмкін Дембеле осы жылы алтын допты алатын шығар. ПСЖ жеңсе. Жігіттер, ненің Арсеналдың соңғы ойында қорғаныста қателіктеріне тоқталып өтіп кетейін. Кристал Пэласпен де қателік болды. Реалмен де қателік болды. Қателескен Салиба ғой, жалпы Салиба көп қателеспейтін қорғаушы деп атайды. Бірақ бірінші Реалмен болған ойында Салиба прессингте доп жоғалтып алды, ал Кристал Пэласпен болған ойында ол пастан қателесті. Бірақ бұған дейін Салиба мүлдем қателеспеген. Қазір қатты хейт жүріп жатыр ғой, Салибаны дымын қалдырмай, жермен жексен қылып жатыр ғой жанкүйерлер. ПСЖ прессингте жақсы ойнайды. Демек, Салиба, егер жаңа ямы дейді ғой, сол ямы түсіп қалса, сол хейттің кесірінен, қателіктердің кесірінен сыр беру мүмкін деп ойлаймын бұл жерде Салибада. Сондай пікір бар, білмеймін, сіздер келісесіңдер ме мен. Салиба мықты қорғаушы, топ қорғаушы. Сен маған әдейі айтып жатсың ба? Арсенал жанкүйері. Жоқ, жалпы мен уайымдап жүр енді. Кейбірден басқа Салиба да бар. Артетаға бар ма? Соны айта аласың ба? Яғни Салибаға тікелей шығайық. Парти жоқ деп. Ең болмағанда Салибаны инстаграмына жазайықшы. Уайымдама деп. Біздікілер солай жазады ғой. Алло, брат, Криштиану. Жоқ, дегенмен де бұндай ойында, деңгейдегі ойындары барлық факторларды қара көрек та. Салибаның қасында топ қорғаушы басқа жоқ. Жаңа последний надежда дейді ғой Арсенал Салиба. Оның қасына одан қоса Кивер шығады. Соған да байланысты. Габриэлдің жетіспеушілігі жаңағына. Өйткені Салиба өзі де түсініп тұрып, мен ғана істей аламын. Мен ешкімге сенім арта алмаймын. Артында бір Габриэл жоқ. Көмектесе алатын. Бұдан бөлек Салиба енді алып баратқан тәжірибелі қорғаушы емес қой. Жасы 35-те болсаң кетемін ғой, бұнда қылмайды ғой. Бүгін қателесе ертең ұмытып кетеді ғой. Кешке қарай ұмытып кетеді. Болса да Салиба меніңше топ ойыншы. Осы маусымдағы чемпиондар лигасының бір ең жоғары деңгейде ойнаған қорғаушы. Мен осы эфирге дайындалған кезде бір қызық пікір оқыдым да журналистердің, біздің әріптестердің.
ESPN-де ма? жоқ ондай деңгейге ондай деңгейге жеткен жоқпын әлі. Ол бір оқыған пікір, ол Салиба дейді, бүкіл маусым бойы дым қателік жасамай ойнап шықты дейді. Андай индивидуальный қателік дейді, ондай болмаған дейді. Осы екі соңғы ойында қателесіп, жермен жексен қылып, дымын қалдырмай, оны барлығы сол туралы айтып дейді. Соны жаңағы Арсеналдың басты мәселесі қылып дейді. Сол жерде журналистің айтқан пікірді мен оқыған мақаланы, футбол осындай дейді. Сен қанша жерден мықты болсаң да, қанша жерден сен команда құтқарсаң, қаншама отбор жаса, подбор жаса, әуедегі жекпе-жек жең, бірақ бір қателік жіберіп, сен өзің репутацияны жоғалтасың дейді да. Сол себепті Салибаға қолдау білдіргіміз келіп тұр. Инстаграм жазатын шығармыз. Қазақша жіберіп па? Қазақша. Нормально ойнаш. Бауырым бәрі жақсы. Өтінемін, Париж Сен-Жерменге финалға өтіп. Уайымдама, бәрі жақсы. Жоқ, жанкүйерлер көбісі ойлап жатыр да, қазір Реалды өтсе, Арсенал кәдімгідей басты фаворит болып кетеді. Мен ойымша жоқ. Әлі де осы ойында да 50-50 максимум. Мүмкін ПСЖ-да фаворит. Мүмкін. Сонымен? Ендеше подкастымыздың соңына да таяп қалған шығарсыз. Студия ғой бұл негізі, подкаст емес жігіттер. Кәдімгідей біз графиканы дайындап шықтық. Аналитикалық студия. Иә, болды. Сондықтан комментарий жазыңдар жігіттер, лайк батырмасын басыңдар, подписаться. Иә, міндетті түрде арнамызға тіркеліп қойыңыздар және лүпілдеріңізді басып, комментарий жазып, футболды жақсы көретін достарыңызды жіберіп қойыңыздар. Олар өздері ар жақта талқылайды. Әсіресе Арсеналдың, ПСЖ-ның жанкүйерлері болса, міндетті түрде дәл осы шығарымды көру керек. Ендеше жігіттер, алғашқы шығарымды осымен тамамдаймыз. Нұркен мырза, сізге келгеніңізге рахмет. Өте жақсы талдаған сияқты, менің ойымша, аналитиканы мен бірінші рет көріп тұрмын мынандай мысалға. Сен қалай ESPN-де көрдің ғой? Қазақстанда қазақ тілінде бірінші рет. Иә, қазақ тілінде бірінші рет көріп тұрмын. Енді аналитика өте жақсы жасадыңыз. Және спорт журналисті әдеттегідей Дидар Қадыров, өзіңізге рахмет. Және енді біз келесі шығарымдарды ізін суытпай бірден осы арнаға шығарып отырамыз. Арнамызға жазылып қоюды ұмытпаңыздар. Сау, сәлеметте болыңыздар. Все нормально. Все, Хрон, қандай болды?